Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз бірінші сынып 7-ші сабақты өтеміз. Қосу және азайту амалдарын үйренетін боламыз. Бірінші тапсырма тақтадағы жазуларға қара, түсіндір деп тұр. Бұл жерде бір саңырау құлақ тұр суретте. Осы бір саңырау құлаққа тағы кішкентай екі саңырау құлақты қосқан, сонда барлығы бізде қанша болады? Мына жерде үлкен саңырау құлақ, тағы оған екі кішкентай саңырау құлақты қосамыз. Сонда 1, 2, 3. Демек, бірге екіні қосатын болсақ, бір үлкен саңырау құлаққа екі кіші саңырау құлақты қоссақ, барлығы 3 саңырау құлақ болады. Енді келесі суретте бізде екі алма тұр, 1, 2. Екі алмаға қосамыз бір алманы. Сонда бізде 1, 2, 3. Демек, 3 алма болады. Екіге бірді қоссақ үшке тең, бірге екіні қоссақ үшке тең. Яғни қосындылардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Енді келесі суретте бізде гүл тұр, гүлде 3 гүл, ал біреуі сәл астына қарап тұр, демек бір гүл жоқ деп есептейміз. Мына жерде 3 гүлден бір гүлді алып тастайтын болсақ, бізде қалады 1, 2. 2 гүл қалады. Демек 3-тен 1-ді азайтсақ, мәні 2-ге тең болады. Енді келесі суретте 1, 2, 3. 3 банан көрсетілген. Осы 3 бананның екеуінің қабығын ашатын болсақ, бізде 2 бананды немесе жеп қойса, мына жерде бір ғана банан қалады. Демек, 3-тен 2-ні азайтсақ, 1-ге тең болады. Енді келесі тапсырмада балалардың қалай есептегенін айт деп тұр. 1 қосу 2, яғни 1-ге 1-ді, тағы 1-ді қосқан кезде бізде 2-ге тең болады. 3-ге тең болады. 1-ге 1-ді қосамыз 2, оған тағы 1-ді қоссақ 3-ге тең. Демек, 1 қосу 1-іміз 3-ге тең болады. Келесі 3-тен 2-ні азайтамыз. Ол үшін 3-тен бірінші 1-ді азайтамыз, кейін тағы 1-ді азайтамыз. 1-ге тең болады. 3-тен 2-ні азайтқанда да мәні 1-ге тең болады. Енді есіңде сақта, 2 санын бөліктеп қосуға, азайтуға болады. Келесі тапсырма сандардың қосындысы мен айырмасының мәнін есепте. Яғни 1 қосу 1, мәні 1-ге 1-ді қоссақ 2-ге тең. Келесі 2 азайту 1, 1-ге тең болады. Ал 3-тен 1-ді азайтқан кезде мәні 2-ге тең болады. Келесі тапсырмада суретке қара, неше жеңіл машина, неше автобус, неше шырша бар. Цифрлар мен таңбалардың көмегімен жаз деп тұр. Бұл жерде шыршалар 1, 2. Оған тағы 1-ді қосамыз. Демек, 2 шыршаға 1 шыршаны қосатын болсақ, 3 шыршаға тең болады. Енді жеңіл машинелерді санаймыз. 1, 2 жеңіл машина. Оған қосамыз, тағы 1 жеңіл машинаны қосамыз. 3-ге тең болады. Бұл машина. Ал біріншісі бізде шырша болды. Келесі неше автобус бар? 1, 2. Демек, 1 автобус мына жақта. Оң жағында тағы 1 автобус. Демек, 2 автобус. 2 автобус. Енді келесі тапсырмада суреттер мен жазуларды салыстыр деп тұр. Бірінші суретті қарайтын болсақ, ұл балалар саны 1, 2. Демек, 2 ұл балаға 1 қыз баланы қосамыз. Сонда 3 оқушы болады. Барлығы қыздар мен балалардың саны 3 болады. Келесі 1 қыз бала, оған 2 ұл баланы қосамыз. Сонда 3-ге тең болады. Бұл жерде де барлығы бізде 3 оқушы болады. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға, комментарияға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.